Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптар арнасы. Өздеріңіз үшін дайындаған видеомызды көре отырып, салтанат пен байлықтың мұхитына терең сүңгіп кететініңізге кепілдік береміз. Ендеше ең қымбат заттардың әлемінде жақсылап жүзіп шығуыңызға тілектеспіз. Кім білсін, күндердің күнінде бір қожайын атанып қаласыз. Бүгін сіздермен бірге топ 5 қымбат заттар. Әлемдегі ең қымбат автокөлік Bugatti Type 57 SC Atlantic деп аталады. Қолда бар деректер көлік үшін $40 миллион төленгендігін айтады. Бұл өте сирек кездесетін автокөлік және сонысымен де қымбат. Әлемде оның екі ғана нұсқасы бар. Бірі Лорен атты америкалық дизайнердің елінде болса, екінші Мунина мұражайының экспонатына айналып үлгерді. Eclipse аталатын әлемдегі ең қымбат яхтаның құны $475 миллиард тұрады. Бүгінде оның қожайыны ақсүйек Роман Абрамович яхтаның ұзындығы 170 метрді көрсетсе, салмағы 12 тоннаға жетеді. Оның қозғалтқышының қуаты 20 мың атқа пара-пар. Яхта тікұшаққа арналған 2 лаңмен, 2 бассейнмен және кітапхана салоны түрінің жабдықталған. Әлемдегі ең қымбат велосипедтің бағасы $102,418. Велосипед толықтай қолдан жасалған және ең басты материал ретінде жоғары сынамалы алтын мен 600 кристалл қолданылған. Таңғажайып туынды Румыния компаниясынан шыққан. 555 мың тұратын әлемнің ең қымбат мотоциклі Dodge Tomahawk V10 атауын иемденген Tomahawk'тың 4 дөңгелегі болғанымен мотоцикл болып саналады. Дөңгелектері 680 келі салмақты игеру үшін өте қажет. Әлемдегі ең жылдам мотоцикл лауазымын иемдеген де осы мотоцикл екендігін айтатынымыз жөн болар. Танымал итальяндық аяқ киім бренді Testoni ерлерге арналған ең қымбат аяқ киімді көрсетілімге шығарды. Құны $38 мың. Туфли зығыр жібінен тігіліп, алмасыздармен белсендірілген. Ешкі жүнінен жасалған екен. Бұл туфли әлемдегі ең қымбат ерлер туфли болып саналады. Сонымен бүгінгі видео осы достар. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар. Арнаға жазылыңыздар және қоңыраушаны басыңыздар.